Бүгін сіздермен коробканы бір комнатаның тоққа қалай қосу керектігін немесе монтаж қылу керектігін үйренетін боламыз. Ол үшін сіздер арнайы білім алуларыңыз шарт емес. Осы видеоның соңына дейін көрсеңіздер, сол да жеткілікті. Бір қанада болатын керекті заттарды біздер жинап алдық. Автомат, розетка, коробка, патрон, включатель және лампочка. Оған керекті проводамызда бар. Мынандай автомат қатыратын затымыз да бар. Немесе баста түсінікті болу үшін мен барлық заттарымызды өз жай-жайына орнатып алайын. Содан кейін қалай алу керек тұрғандарыңызға керекті жайларына қойып алдық. Енді осыларды бекітіп, оларға провода улап шығамыз. Мынандай майда шуруптармен қатырсақ та болады. Мен 16 амперлік автоматты алдым. Бір комнатаны барлығын керекті жайына қойып, бәрін улап алдық. Сіздердің алтын уақыттарыңызды алмау үшін улағанымызды көрсетіп отырған жоқпыз. Сіздерге ең керекті болған коробканы қалай улау керектігін көрсететін боламын. Ол үшін сіз асықпай бір қиялыңызды бір жерге қойып істесеңіз болды. Ол үшін арнайы электрик, соған ұқсас түсінетін адамдар шақырып, оған қаражат беру шарт емес. Мен бір комнатамызда нелер болса соларды қойып алдық. Включатель, патрон, розетка, автоматтан келіп жатқан тоғымыз. Автоматымыз өшірілген, біздерге бұл жерде тоқ 220 ұланған бар бұл жерде. Осыны өшіріп қойып ұлаймыз, одан кейін қосып сіздерге істетіп көрсететін боламын. Бұл жерде автоматтан келе жатқан фазаны включатель кетіп жатқан көксіммен көксімді ұлаймыз біріншіден. Розеткеден келіп жатқан көк сымды да осы автоматтан келе жатқан фазаға ұлаймыз. Розеткеден біреу, включатель кетіп жатқан біреу. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Ал автоматтан келіп жатқан екінші қызыл сымды патронға кетіп жатқан қызыл сыммен қызылымыз 0 деп алайық. Розетке кетіп жатқан екінші бағана сымды да ұлаймыз. Одан соң бір жерде уланбай қалған екі сым қалды. Выключательден шығып жатқан сым және патронға баратқан. Онда улап жібереміз. Мен көріп тұрғандарыңыздай түсінікті болу үшін мен екі түрлі көк және қызыл түсті проводаларды алдым. Фаза келіп жатыр. Біреу выключатель кетіп жатыр. Выключательден шығып қызыл патронға барып жатыр. Ал екінші 0 келіп жатыр да. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде 3 улама болады. Фаза келеді, выключательге кетеді біреуі, екінші розетке кетіп жатыр. Включательден шығады да, міне қызыл провода шығып жатыр да, патронға кетіп жатыр. Ал автоматтан келіп жатқан екінші 0 проводамыз біреу розетканың біреуіне кетіп жатыр, кейін патронға. Жақсылап қарап алсаңыздар болады. Көріп алған болсаңыздар, қазір мен оны қосып, автоматты қосып, жағып істетіп көреміз, сынап көреміз, істеген жұмысымыз. Изолента қылу шарт емес, маған сіздерге көрсетіп беру үшін қылып отқан затым. Сол үшін сіздер бірақ изолента қолданып керек. Көрсететін боламын. Автоматымызға тоқ келіп тұр, 220 қосамыз. Бисмилля деп басып көреміз. Көріп тұрғандарыңыздай патронымызға барып жанып жатыр. Ал енді розетканы тексеріп көрсек, ол үшін мен сіздерге мынандай зат әкеліп қойғанмын. Байқап қосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай істеді. Сіздерге беретін кеңесім
Бұл үшін кім қай жерлерден маманын тауып келіп отыру шарт емес. Ал автоматты өшірдім. Енді сіздер жақсылап зейін қойып қарап алыңыздар. Автоматтан шығып келіп жатыр екі правада. Біреуі прямой выключатель кетіп жатыр. Одан және розетка кетіп жатыр көк. Екінші нөліміз розетка кетіп жатыр. Ал мына жақтан патронға прямой кетіп жатыр. Выключательден шыққан екінші правадамыз патронның екінші бетіне барып жатыр. Мұнда выключательге фаза келеді, қайттан шығып кетеді. Выключатель соны ажыратып қосып беріп отырады. Розеткемізге автоматтан прямо шығады да екі правада кіретін болады. Ал автомат мынандай қазір шығып жатқан автоматтардан қойсаңыздар болады. 16 сіздер үйге болса 32 амперлігінен алсаңыздар да болады. Істеп болғаннан кейін жақсылап қысып қатырып, оны изоляция етіп, изолентамен мынандай крышкасымен жауып қойсаңыздар болады. Мен стеллажға қатырып алдым, сіздер выключательді қалаған үйіңіздің қалаған жеріне қойсаңыздар болады. Выключатель анық ол люстрада тұрады. Ал сұрақтарыңыз болса, содан кейін де сіздерге пайдалы видеолар түсіреміз деп үміттенемін. Сіздерден түсінікті болған болса, қолдау білдіріп, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.